Қайырлы күн ас үй ханшайымдары. Сіздерді бүгінгі келіп жеткен Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Осы мейрамға орай жасаған өзімнің Наурыз көжемнің рецептісімен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазанға ет пен қазымызды салып, үстіне су құямыз. Менде сүрленген қазы, егерде етіңізде сүрленген болса, өте тамаша болып шығады. Үстіне бір қасық тұз салып, қайнататын боламыз. Міне етіміз қайнап шықты. Бетіндегі көбігін міндетті түрде сүзіп аламыз. Осылай қайнап шыққан кезде міндетті түрде көбігін жақсылап сүзіп аламыз. Және біраз қайнатқан соң тағы да көбігі шығады. Сол кезде екінші рет тағы да алып тастайтын боламыз. Көбігін алып болған соң осылай баяу отта қайнататын боламыз. Үстіне бір кесе бидайды жуып саламыз. Етпен бірге қайнатыңыздар, өйткені бидай қатты болғандықтан етпен бірде қайнататын боламыз. Сол кезде ет пісем дегенше бидай етпен бірге пісіп шығады. Және де келесі қоспаларымыз арпаның үстіне мен ыстық су құйып жібітіп қойдым. Күрішке де және де машты да солай жібітіп қоямыз. Ал лобия, ноқат және де жүгеріні мен алдын ала пісіріп алдым, толықтай пісірдім. Өйткені менің қазаным кішкентай болғандықтан сорпам қою болып қалады, сондықтан алдын ала үшеуін пісіріп алдым. Осылай қайнап тұрады. Енді құрттың үстіне қайнап тұрған сорпаны құйып жібітіп қоямыз. Жұмсарған соң езетін боламыз. Наурыз көжені әр облыста, әр өлкеде әртүрлі дайындайды. Өз қалауыңызша осылай алдын ала пісіріп, әрқайсысын жеке-жеке қайнатып қойсаңыздар болады, немесе кезекпен салып пісірсеңіздер де болады. Жібітілген арпамызды саламыз сорпамызға. Арпаға ыстық су құйғаннан соң 30-40 минуттан соң сүзіп алып, осылай сорпаға сала берсеңіздер болады. Баяу отта сорпамызды осылай қайнатып қоямыз. Ет пен қазымыз пісті. Осылай піскеннен соң міндетті түрде бөлек еттерді сүзіп алыңыздар. Қалған қоспаларды қосқан кезде қою болып қалмас үшін осылай міндетті түрде етімізді піскен кезде сүзіп алатын боламыз. Осылай етті сүзіп алған соң, егерде сорпаңыз азайып қалатын болса, үстіне міндетті түрде қайнаған су құйып отырыңыздар. Қайнап өзі сорпамыз азайып кеткен кезде осылай үстіне су құйып отыратын боламыз. Сол кезде қоюласып қалмайтын болады. Міне етті сүзіп алдық, енді үстіне машты салатын боламыз. Машымыз кішкене 5-10 минут қайнап болғаннан соң үстіне жібітілген күрішті салатын боламыз. Күріш жібітілгендіктен ол тез 5-10 минутта пісетін болады. Пісуге бір 5-10 минут қалған кезде күрішті сала берсеңіздер болады. Енді құртымызды езетін боламыз. Егерде сорпасы мұздап қалған болса, қазанымызға қайтарып құямыз. Және де ыстық сорпаны қайтадан үстіне құйып, осылай езіп алсаңыздар болады. Ыстық сорпа құйылған кезде құртымыз жұмсарып, жақсы езілетін болады. Сондықтан осылай езіп алсаңыздар болады. Міне құртымызды жақсылап езіп алдық. Енді келесі кезекте қайнатып сүзіп алынған етімізді бөлек алғаннан соң осылай ұсақтап турап алыңыз. Өз қалауыңыз бойынша ірі етіп турасаңыздар болады, немесе ұсақтап турасаңыздар болады, орташа етіп турасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады.
Етті турап болдым. Енді келесі кезекте қазыны турап аламыз. Қазыны міндетті түрде жақсылап суытып алыңыздар. Сол кезде осылай әдемі туралатын болады. Ал егер де ыстық кезінде турайтын болсаңыздар, қазының ішіндегі еттер шашылып кететін болады. Енді сорпаның үстіне қайнатылған ноқатты саламыз. Оның үстіне пісірілген жүгеріні саламыз. Енді келесі қайнатылған лобияны да осылай үстіне салатын боламыз. Үшеуі де піскен болғандықтан барлығын бірге сала берсеңіздер болады. Жақсылап араластырып алыңыз. Үстіне туралған етті саламыз. Енді үстіне езілген құртымызды салып аламыз. Өз қалауыңыз бойынша барлығын қоссаңыздар болады, өз көз мөлшерлеріңізбен қалауыңызша қоса берсеңіздер болады. Құртты салған соң жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Үстіне бір кесе айран құямыз. Айранды жақсылап араластырып алыңыздар. Не осылай біркелкі болғанша көжемізді жақсылап араластырамыз. Міне осымен наурыз көжеміз дайын. Дәмі өте керемет болып шықты. Осылай кесеге құйған соң үстіне қазыларды салып бере берсеңіздер болады. Міне наурыз көжеміз дайын. Осы наурыз көже сияқты несібеміз мол болсын. Әрқашанда дастарханымыз жақсы күндерге жайылсын. Тіркелуді ұмытпаңыздар.